Бұл түлкі 3 тауық жұмыртқасын жолтып басады. Кенет түлкі бір нәрсені сезіп, 3 жұмыртқаның да қозғалып жатқанын байқайды. Мұны көрген түлкі: жұмыртқадан тауық шығады, мен оны ұстап жеймін деп ойлайды. Бірақ оның орнына 3 балапан шығады. Олардың тым кішкентай екенін көріп түлкі: мұндай киттей балапандарды қалай жеймін деп таңғалады. Алайда балапандар көздерін аша салысымен түлкіні көріп, оны бірден өз аналары деп қабылдайды. Дәл сол кезде бұл жерден қасқыр өтіп бара жатқан еді. Түлкінің шуын естіп, қасқыр не болып жатқанын көруге келеді. Түлкі балапандардан қашпақ болып ары-бері жүгіріп жүреді. Түлкінің күйін көрген қасқыр: үшеуі де сені өз анасындай қабылдапты. Мүмкін болса, оларды жақсылап тамақтандырып өсір. Сосын бір күні бәрін ұстап жейсің, дейді. Мұны естіген түлкі: тауықтың балапандарын қалай өз баламдай қабылдаймын деп жауап береді. Қасқыр: оны өзің шеш, дейді де кетіп бара жатып: бір нәрсені ұмытпа деп қосып қояды: не болса да оларға бауыр басып қалма. Сол түні балапандардың бәрі қатты жылай бастайды. Оларды тыныштандыру үшін түлкі ертегі айтып береді. Ертегі 3 балапанды ұстап жеген түлкі туралы еді. Оқиғаны естіген соң үшеуі де қатты қорқып, түні бойы түлкінің құйрығының астына тығылып жатуды ұйғарады. Сонымен қатар жұмыртқаларынан айырылған тауық қатты қайғырып, сенделіп жүреді. Қасына бір ит келіп, оның мұңын көріп: міне, сенің жұмыртқаларың деп 3 жұмыртқа береді. Бірақ ит кеткен соң тауық жұмыртқаларды мұқият қарап, оларда жапсырмалар бар екенін байқайды. Демек, бұл оның жұмыртқалары емес еді. Ит оны алдап кеткен. Ашуланған тауық иттің соңынан қуа жөнеледі. Ол жақта түлкі балапандармен ойнап жүреді. Кенет балапандардың бәрі жүгіріп келіп, түлкінің артына тығылады. Олардың қорқынышын сейілту үшін түлкі қасқырды аяусыз сауып жатқандай кейіп танытады. Соған қарамастан балапандар қорыққандарынан тастың артына тығылып қалады. Қасқыр кетіп бара жатып түлкіге: балалар өсті, қаласаң бәрін жеп қоюыңа болады, дейді. Мұны естіген түлкі: олар шынымен өскен шығар деп ойлайды. Бірақ қасқыр оларды жеуге жақындағанда, балапандар түлкіге: анашым деп жүгіріп келеді. Түлкі олармен бірге көп уақыт өткізгені сонша, байқаусызда оларды өз баласындай қабылдап қойған еді. Бірнеше күн өткен соң қасқыр қайта келіп: маған бір балаңды бер, мен де біреуін жегім келеді, дейді. Бірақ бұл кезде түлкі оларды шын жүректен жақсы көретін. Оларды қасқырдан қорғау үшін түлкі тауық кейпіне еніп, балапандарды алыстағы тауықтар мектебіне апарады. Бұл маскировканың арқасында ешкім түлкіден сезіктенбейді. Мектепте бір тауық сөйлей бастайды. Мұны естіген түлкі сәл қорқса да, өз кім екенін жасырып, балаларды мектепке қалдырып қайтып кетеді. Мектепте балаларға тек бір ғана нәрсені, түлкіні қалай аулау керектігін үйретеді. Кешкісін барлық тауықтар түлкінің үйінің алдына жиналып: сенің балаларың біздің балаларымызды аяусыз сабапты, дейді. Балалардың қателігін көрген барлық тауықтар түлкіге жабылып шабуылдайды. Кенет түлкінің үстіндегі тауық терісі жыртылып, ол өз қалпына келеді. Түлкінің шын бейнесін көрген тауықтар оны ұрып қана қоймай, ракетаға байлап алысқа ұшырып жібереді. Аспанда ұшып бара жатқан түлкі тура қасқырдың құшағына барып түседі. Дәл сол сәтте қасқыр 3 балапанды жемекші болып жатыр еді. Сол мезетте түлкі қасқырды бас салып, барлық балапандардың ол жерден қашып кетуіне көмектеседі.